мені әке-шешем кішкентай кезімде шартсыз қабылдамаған. Олардан жақсы сөз есту үшін, олардың махаббатын алу үшін жақсы болып көрінгім келеді. Ол мотивация адамды алыс жерге апара ма? Сәлем, бүгінгі бейнеде мен біздің ата-анамызбен байланысымыз өзіміздің реализацияға қалай әсер ететіні туралы әңгіме айтқым келіп тұр. Негізі біздің ата-анамыздың ықпалы біздің реализацияға тікелей байланысты. Біз оны саналы түрде сезбеуіміз мүмкін, өйткені ол өте мындай жіңішке нәрсе дейік, ол біздің түп санада орналасқан, біз оны саналы түрде сезбейміз. Бала дүниеге келген кезде оған әке-шешесі бүкіл әлем болып көрінеді. Ол өзін әке-шешесінен бөлек адам екенін сезбейді. Өйткені көбінесе анасы ғой, енді анасы қамқор етеді, анандай тамағын береді, емзеді. Кішкентай бала ата-анасыз өмір сүре алмайды, және оның өмірі бүкіл өмірі әке-шешесіне тәуелді болады. Бара-бара былай өскен кезде бірінші жылдық дағдарыс болады, үшінші жылдық дағдарыс. Сол кезде бала өзін ата-анасынан бөлек екенін сезіне бастайды, біле бастайды. Анандай айтады ғой, 3 жаста кризис, я все сам деген болады, өзім бәрін істеймін деген. Ата-анадан бөліну деген психологиялық процесс негізі сол 1 жастан басталып, ары қарай ересек болғанға дейін өте келеді. Егер жанұяда атмосфера психологиялық баланы бұғаттай берсе, басып тастай берсе, егер әке-шешесі оны өзіне байлағысы келсе, бақылай берсе, контроль жасай берсе, әсіресе анандай жасөспірім кезде, 18-ге толған кезде, онда адам сол жаңағы сепарациядан психологиялық түрде әке-шешесінен бөлінбеуі мүмкін. Ол сол егер адам бөлінбесе, ол жаңағы мысалы 5 жасардың психикасымен қалып кетуі мүмкін, кішкентай бала сияқты. Өзі ересек болуы мүмкін, 30 жасар, жұмыс істейді, үйленген, өзінің балалары да болуы мүмкін тіпті, бірақ өзі 5 жасар бала ұқсап өзін ұстауы мүмкін. Неге ол қалай білінеді? Мысалы әке-шешесі баланың ішкі импульстарын баса берсе, мысалы жылай берме, аузыңды жап деу мүмкін, өзіңнің мінезіңді көрсетпе маған деп, немесе бала бір қате жасаса, айттым ғой мен саған, тек мамаң саған жамандық тілемейді ғой, мен тыңдауым керексің деген сияқты, сондай нәрселерді айту мүмкін. Ол баланың ішінде не түртеді? Бала мысалы қателік жасап, мамасынан сондай сөздерді естісе, ол біріншіден мен жаманмын деп ойлайды, ол өзін кінәлайды. Ол әке-шешесі маған жаман нәрсе айтып тұр деп ойламайды. Кішкентай бала әрдайым кінәні өзіне алады. Я не такой, мен жаман баламын, мен бірдеңені бұзып қойдым, мен бірдеңені бүлдіріп қойдым, мен бір қателік жасадым, және мен негативті кері байланыс алдым, онда егер мен қателік жасасам, мені анам, әке-шешем мені жақсы көрмейді, махаббаты шартты болып қалады. Мен әке-шешемнің махаббатын алу үшін мен мінсіз болуым керекпін, мен қателіктер жасамауым керекпін. Сөйтіп бала қателіктерден де қорқып қалады, сосын перфекционизм де пайда болады, және бірдеңе істеуге де қорқып қалады. Бір инициатива алуға, жауапкершілік алуға қорқып қалады. Өйткені айтты ғой, мен саған айттым ғой, мен тыңдамайсың ба деген сияқты. Сөйтіп ата-ана бізге авторитет болып қалып кетеді. Негізі ересек болған сайын ата-ананың авторитеті сәл ыдырау керек. Біз олардан психологиялық түрде бөлінуіміз керек, ажырауымыз керек. Өйткені адам психологиялық түрде бұлай сепарациядан өтпесе,
Онда мен айта кетейін, сепарация деген ата-ананы тастап кету, оларды құрметтемеу, сыйламау деген нәрсе емес. Сепарация деген мен ата-анамды жақсы көремін, иә, мен оларды сыйлаймын, керек кезде көмектесем, бірақ менің өзімнің жеке өмірім бар, менің өзімнің қалауларым бар, және мен сол қалауларымның артынан барамын деген сияқты. Мен өзімнің өмірімді таңдаймын, өз шешімдерімді қабылдаймын. Ата-ананы былай сырттай жақсы көресің, иә, бірақтан сен өзіңді де ұмытпайсың. Өйткені сендер, мынандай сендер деппін ғой, өйткені ата-ана мен бала кейін ересек болғаннан кейін олар не болады, бір деңгейде болады. Ересек үлкен болған кезде адам әке шешесіне енді бала болып қалады ғой, бірақтан психологиялық түрде олар ата-ана бала болмайды, олар ересек болады. Және ересек позициясы болса, адамдар теңістікте болады. Ол саған біреу сен мынандай істеуің керексің деп айта алмайды, ол саған кеңес бере алмайды, егер сен өзің барып сұрамасаң, иә, мысалы. Сондай негізі теңістік қарым-қатынас болу керек. Негізі кейде болады, иә, балалардың өзі ересек болған кезде сәл сол әке шешесінен ажырай бастайды, иә, психологиялық түрде. Бірақтан анандай ата-аналар бар, өздері балаларын жібергісі келмейді, өзінің қасында ұстағысы келеді, өзіне байландырып қояды, иә. Ол неге болады? Өйткені ата-ананың өзінің ішінде анандай үрей болуы мүмкін, қорқыныш, мен бір өзім қалып қалам деген сияқты, иә. Ол мен балам мен қалдырып кетеді деген қорқыныш болуы мүмкін, үрей болуы мүмкін. Сол әке шеше содан қорыққаннан кейін ол баласын өзінің қасында ұстағысы келіп тұрады. Ол ата-ананың өзінің ішіндегі өтелмеген қажеттіліктер бар деген сөз. Негізі адамда 3 андай базовый дейді ғой, не бар, қажеттіліктер. Ол қауіпсіздік, махаббат және қабылдау, шартсыз қабылдау және шартсыз махаббат. Әйтпесе сен жақсы бала болсаң ғана мен сені жақсы көрем деген біз немен өсеміз ғой негізі, сондай менталитетпен, және мен мінсіз болуым керекпін деген бір қорқыныш болады. Әйтпесе мен мамам менен бас тартады деген. Ол негізі айтып отқан нәрсем, адам саналы түрде оны сезбейді, ол тек қана оған мындай сұрақтар қойып, иә, сен мысалы болады ғой, адам бірдеңені бастай алмайды, иә, бір мақсат қояды да, бірақ бастай алмайды. Мысалы ютубты айтайық, мысалы мен мысалы бір видео салғым келеді, мысалы ютубқа, бірақ мен қорқамын, мен туралы не дейді, ойбай, мен коллегаларым не дейді мен туралы, мен позорым шыққаса ше, я масқарам шықса ше, ал масқараң шықса не болады деп сұрасаң, адам ойлайды, менен бәрі бас тартады, мен бір өзім қалып қалам, ал бір өзің қалсаң не болады дейді. Болды, мен анандай көпірдің астында қалып өмір сүріп бомж болып өліп қалам дейді. Шынымен сондай. Мен андай ертегі айтып отқан жоқпын, өйткені адамдар саналы түрде біз ол туралы ойланбаймыз ғой, бірақтан адамға сұрақтар қойсаң, ол түбіне жетсең, ол сол түбінде менен бас тартады деген қорқыныш. Өйткені мені әке шешем кішкентай кезімде шартсыз қабылдамаған. Сонымен сепарация болмаса неге бізде реализация болмайды? Өйткені адам әке шешесіне тәуелді болып қалады, олардың үмітін атқарғысы келеді, қарыз сезеді. Анандай мен әке шешемді, мысалы, мен оларға машина алып беруім керекпін, мен оларға әлем көрсетуім керекпін, мен бір күшті жұмысқа тұруым керекпін, лишь бы әке шешемнің одобрениясын алу үшін, олардан жақсы сөз есту үшін, олардың махаббатын алу үшін мен өзімді дәлелдегім келіп тұрады, мен жақсы болып көрінгім келеді, мен ақылды болғым келеді, көрінгім келеді. Және де барлық адамның іс-әрекеті сол әке шешесіне жағу және әке шешесінің махаббатын алуға айналады. Ондай кезде адамның мотивациясы неде болады? Адамның мотивациясы өзін дәлелдеу, біреудің, әке шешесінің үмітін атқару, олардың көңілін қалдырмау, оларды мені мақтан тұту деген мотивация болады. Ол мотивация адамды алыс жерге апара ма?
апаруу да мүмкүн. Эгер ондай үрөйү катты болсо адамдын, болот го достигаторлор дейди го, байып кетүү мүмкүн адам, катты мисалы миллионер болуу мүмкүн, бирактан былай айгиле адам болуу мүмкүн, бирактан оған жеткенден кийин адам баары бир кеудесинде кууз сезүү мүмкүн. Өйткені ол жаңағы жетістікке жеткені, ол жетістік оған жаңағы әке шешесінің махаббатын алып келмейді. Ол не үшін ол миллионды тапқысы келеді? Өйткені ол махаббат тілейді іштей. Бірақ ол өзін ол білмейді, оның мотивациясы сол екен. Ал жетеді, ал ол жерде махаббат жоқ мысалы. Сол кезде адам қуыс сезеді. Неге мысалы әйгілі адамдар наркоман болып кетеді, алкоголик болып кетеді? Өйткені олар адамның махаббатын іздейді да, бірақ оны бәрібір оны ала алмайды, оны таппайды. Сонымен ондай мотивациядан немесе сен көп нәрсеге жете алмайсың, немесе жетсең де сен бақытты сезінбейсің өзіңді. Сонымен ал негізгі шынайы мотивация қалай пайда болады? Ол іште пайда болу керек. Мен осыны қалаймын, это меня расширяет, мен оны істегім келеді, менде іште импульс бар, мен соның артынан барамын, мен сол маған ол қызық нәрсе, менде бір азарт болуы мүмкін, оны істегенде энтузиазм болуы мүмкін, бір қызығушылық, мен өзімнің таланттарымды іске асырамын, өзімнің қабілеттерімді, және сол кезде адам былай не деп айтады, конструктивті түрде мақсатына жетеді. Ал жаңағы сепарация болмаса, үнемі бір кінә болуы мүмкін, бір қорқыныштар болуы мүмкін, үрей пайда болуы мүмкін. Жаңағы кінә, мысалы мен өзімнің өмірімді таңдағым келсе, мен әке шешемнің алдында кінә сезем, өйткені мен әке шешемді қалдырып кетуге қорқам. Сонда адам екі нәрсені ажыратпайды, бұл жерде өзімді таңдау, ойбой, мен микрофон өтіп қалды ма? Жоқ. Өзімнің жолын таңдау, және әке шешемді жақсы көру, ал бірақтан адамның психикасына мен өзімді таңдасам, мен әке шешемді тастап кетіп жатқан сезінем. Енді микрофонымның заряды, қуаты отып қалды, өкінішке. Не айтып жатқаным, сол енді менің айтқым келген ең үлкен осындай месседж. Адам өзін іске асыру үшін, өзінің талантын реализация қылу үшін, өзінің мақсаттарына жету үшін, конструктивті түрде, ол ата-анасынан іштей психологиялық түрден бөлініп ажырау керек.